Саламатсыздар балалар, математика пәні 133 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы математикалық модельдеу. Бұл сабақта математикалық модельдеу тақырыбындағы материалды қайталайсыңдар. Бірінші тапсырма кестеге қара. Кестедегі Б деген әріп, заттың бағасы С, заттың саны Q, заттың құны. Енді әр есептегі белгісіз табу үшін қандай амал қолданамыз көреміз. Бірінші кестеге қараймыз. Б 100 теңге, С 3, Q белгісіз теңге. Енді құнын табу үшін, заттың құнын табу үшін бағасы мен заттың санына көбейтеміз. Яғни 100 теңгені 3 штукқа көбейтсек 300 теңге шығады. Яғни заттың құны шығады. 300 затты 300 теңгеге алады екенбіз. Ал екінші кестеде Б белгісіз, С 3, Q 900 теңге. Ал енді біз заттың бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Яғни 900 теңгені 3-ке бөлеміз. 300 теңге. Заттың бағасы 300 теңге. Енді С белгісіз, Q 18 теңге, Б 2 теңге. Енді саны табу үшін біз заттың құнын бағасына бөлеміз. 18 теңгені 2 теңге бөлсек 9. Яғни заттың саны шықты. Бізде екінші есептер өзара кері есептер болып табыла ала ма? Жауабыңды түсіндір дейді. Қараймыз. Бірінші, 4 қапшықтың әрқайсында 2 килограмнан қант бар. Қапшықтарда неше килограмм қант бар? Бір қапшықта 2 килограмм болса, 4 қапшықта неше килограмм деп сұрап тұр бізде. Енді балалар қараңдаршы. Бір қапшықта 2 килограмм болса, 4 қапшықта неше килограмм бар екенін білу үшін біз 4-те 2 көбейте қоямыз. Яғни жауабы 4 қапшықта 8 килограмм қант бар. Екінші нұсқасына қараймыз. 8 килограмм қант 4 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшықта неше килограмм қант бар? 4 қапшықта 8 килограмм болса, бір қапшықта неше килограмм? Ендеше біз 8-ді 4-ке бөлеміз. 8 килограмм 4-ке бөлсек 2 килограмм. Яғни бір қапшықта 2 килограмм қант бар екен. Үшінші нұсқасына қарайықшы. 8 килограмм қант, 2 килограмм қант қапшықтарға бөлініп салынды. Неше қапшық қажет болды? 2 килограмм қант бір қапшыққа кетсе, 8 килограммға неше қапшық кетеді? Ендеше 8-ді 2-ке бөлеміз. 8 килограммды 2 килограммға бөлсек 4 қапшық. Яғни 4 қапшыққа салынған. Яғни балалар бұл 4 мысалда 4 есепте өзара кері есептер болып табылады. Келесі есептерді шығар. 16 литр май 8 бөтелкеге тең бөлініп құйылды. Әр бөтелкеге неше литр май құйылды? Енді қараңдар, 8 бөтелкеге 16 литр май құйылса, бір бөтелкеге неше литр май құйылады дейді. Дұрыс айтасыңдар, 16-ны 8-ге бөлеміз. 16 литрді 8-ге бөлсек 2 литр. Әр бөтелкеге 2 литр май құйылды. Хайуанаттар бағында 6 тотықұс бар. Бұл түйеқұстарға қарағанда 2 есе артық. Бұл түйеқұстарға қарағанда дейді, бұл жанама есеп болып тұр. Ендеше не істейміз? 6-тан 2-ні азайтамыз. Түйеқұс 4-те. Жауабы хайуанаттар бағында 4 түйеқұс бар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызда жіберіп болмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.